Ассаламу алейкум. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Келесі біздің әріп уәу әріпі. Уәу әріпі, былай қарасаңыздар, 9 әріпіне ұқсайды. 9 әріпіне ұқсастырып жаттасаңыздар болады. Уәу әріпі, яғни уәу әріпі сөздің басында. Уәу әріпі сөздің басында. Сөздің басында уәу әріпі. Бұл уәу әріпі әлиф, ро әріптер секілді өзінің алдындағы әріптерге қосылып жазылмайды. Өзінің алдындағы әріптер қосылып жазылмайды. Уәу әріпі тек өзінен кейінгі әріпке қосылып жазылмайды, өзінің алдындағы әріпке қосылып жазылады. Мысалға, уәу әріпі сөздің басында осылай келеді, өзінен кейінгі әріпке қосылмайды. Сөздің ортасында мысалға міне әріптер келе жатады. Уәу әріпіне қосылады. Уәу әріпі өзінің алдындағы әріпке қосылады дедік. Міне уәу әріпі. Сөздің соңында уәу әріпі, егер ро әріпі, әлиф әріптер келетін болса, бұлай қосылмайды. Мысалға, мына жерде әлиф әріпі тұратын болса, мына жерде ол қосылмайды. Ал басқа әріптер келетін болса, онда қосылады. Ро әріпі келетін болса, қосылмайды. Енді сөздің соңында уәу әріпі, егер алдында сөздер келіп, мұны осылай жазылады. Өзінің алдындағы әріпке қосылады. Егер жаңа айттым, ро, әлиф әріптері жаңағыдай өзінен кейінгі әріпке қосылмайтын әріптер келетін болса, онда қосылмайды. Егер басқа әріптер, мысалға, мына жерде келіп тұр, міне сөздің соңында бә әріпі, нун әріпі келіп тұр, ол қосылып жазылады. Сөздің соңында осылай жазылады. Одан кейін сөзде, мысалға, сөздің басында міне өзі жазылады дедік. Одан кейін ро әріпі келіп тұр. Өзінен кейін бұл қосылмайды дедік. Міне X белгісін қойып қойдым. Өзінен кейінгі әріпке қосылмайды, өзінің алдындағы әріпке қосылып жазылады. Сөз басында осылай келеді, сөз соңында міне өзінің алдындағы әріпке қосылып жазылып тұр, өзінен кейінгі әріпке қосылмайды. Ешқандай әріппен өзінен кейінгі әріпке қосылмайды. Сөз соңында міне жаңа көрсеткендей уәу әріпі алдындағы әріпке қосылып жазылып тұр.